Ежелден қазақ халқына құт пен береке болған Сыр еліндегі Жаңа Қорған ауданы қасиетті жердің бірінен саналады. 1300 жылдай бұрын дәл осы жерде қазақ жерінде ислам дінінің жалауы желбіреп, қанатын кеңге жайды. Ен далада бой көтерген көне күмбездер сол бір қасиетті күндердің тарихы болып, күмбір-күмбір сыр шертеді. Солардың арасында Қорасан ата күмбезінің орны айрықша. Соның бірегейі осы әулиелер есімін қайта жаңғыруды деп білемін. Соның бірі және бірегейі Әбдіжәлел баб Қорасан ата. Әбдіжәлел баб Қорасан атаның осы қазақ даласына келгеніне 1001 жылдан астам уақыт өтті. Содан бергі уақыт аралығында бұл әулие есімімен байланысқан қазақтың фольклорлық жыр дастандары қалыптасты. Соның барлығын елеп екшеп келген кезде әулие мен қазақтың әдет ғұрпы да, салт санасы да, олардың әдебиеті де, мәдениеті де үйлесіп, үндесіп кеткендігін аңғаруға болады. Оның бірден бір бірегей дәлелі Алпамыс жыры десек те болады. Алпамыс жырында Байбөрінің Алпамысты осы Қорасан ата басына келіп, тәу етіп, мінәжат етіп, тілеп алғандығы туралы дерек бар. Біз оны жоққа шығара алмаймыз. Бұл да болса әулие есімінің қазақ үшін ерекшелігін аңғартады. Қорасан атадан қалған асыл мұраны сақтауға бүкіл ғұмырын арнаған абзал жандардың бірі Нұрқожа Әбітайұлы. Ол Қорасан атаның 24-ші ұрпағы болатын. Тұлпардың тұяғы, алтынның сынығы атанған абзалжан өмірінің соңғы сәтіне дейін ұлы атасының күмбезінде шырақшы болып, Аллаға құлшылық етті. Ата рухына адал қызмет жасады. Мына Тасаста 15-ші ғасырға көрген мүлік. Бабаларымыз осыны суға түсуге пайдаланған. Денесін тазартуға. Молшаның жаңа шылапшын дейме бізде, соның орнына пайдаланған. Қорасан бабамыздың осы ислам дінін орнатуда тудың басы мынау ап келген. 861 жылы келген екен. Мына туда жазу бар, Мұхаммед Али деген жазу бар. Аллаху ахад деген сөз бар. Бұның қазір келгеніне 13 ғасыр. Ұрпақтары бір-біріне сақтап ауысып келе жатыр бұл. Бұл енді ұрпақтар бір-біріне ауыстырып дедім ғой мен енді. Сол сақтап аманатпен осы уақытқа шейін өзін жетіп отыр. Қорасан бабамыз 861 жылы бұл Емел Республикасының халифасы екен. 40 мың әскермен осы біздің Мәураннахр дейді қазақ даласына ислам дінін орнатуға келген. Енді ислам дінін үгіт насихатпен қабылдағандар қабылдаған, қабылдамағандармен бұл соғысқан, жаңа алып жан берісіп. Енді сонда жаңа айтып өттім ғой. Мына мүлік сол тудың басында жалау. Мына жалаудың басындағы мүлік бұл. Енді бұл осы мына Өзгент, Кент, Баркент осындай қалаларды ислам дініне енгізген. Бұл осы аңыз әңгіме бізге жеткен, мешітте намаз оқып отқанда бұның жаулары сонда жаңағы тыңшы жіберіп, бұл осы соғыста жүргенде я қылыш өтпейді, бұл атса садақ өтпейді, оқ. Сонымен жаңағы азан памзат намазында бұл кісіге оқ денесі балқитын білген. Сөйтіп намазда отырғанда сол шетіне жаңағы намазды бұзбаған бұл кісілер, сол намаздың үстінде шahid болған кісі. Оң бетіне жаңағы қылыш тиген, мына Тотықұстың аралы дейді екен, сол Тотықұстың аралы да жерленген. Бұрын дария осы қазір 40 километр мына жақта. Бұрын осы арадан аққан Тотықұстың аралы деген арал болған екен. Мына ту сол ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан сол бабамыздың ұстаған мүлкі екен мынау. Тудың басы. Қанша уақыт болған осыған? Осыған енді мен сізге айтам, 1300 жылдай уақыт болған. Бұны Әзіреті алып ұстаған басы. Одан кейін Мұхаммед Ханафи дейтін баласы ұстаған. Ол енді содан аманатқа Қорасан атаға берілген.
Хорасан атадан осы араға қалған мұра мүлік. Айттым ғой жаңағы. Аллаху ахад деген сөз бар. Мұхаммед Әли деген сөз бар. Әзірет Әлиге 6-шы атамен барады бұл кісі. Міне. Ұзақ немес қой. Мен Хорасан атаның 24-ші ұрпағымын. Қазір осы араға келіп қызмет жасағаныма 14 жыл болды. Осыған шама шарқымызша, әлімізше осыны әйтеуір жаңағы адам келетінде, халық қарайтындай қылып осыға қызмет жасап жатырмыз. Мейманханасы бар, мешіті бар, ал енді жатын орны бар, әулиенің басына барып тілейтін тілеуханасы бар. Не бір есі дұрыс емес, сонда жаңағы не дейді орысша деген. Солар осы арадан тәуір болып кетеді. Пәрзент көрмей жүргендер пәрзентті болып жатыр. Жолы ашылмай жүргендердің жолы ашылып жатыр. Міне, ал енді нәсіп болса ертең көресің өздеріңде бір өзгеріс пайда болады сіздерге де. Хорасан ата туының қалай сақталғаны, оның қалай жағдайда табылғаны туралы Нұрқожа ақсақалдың бауыры былай деп сөзін өрбітті. Менің аты жөнім Төлегенім Әбибілла Берденұлы. Өткенде қажылыққа барып нап келген. Осы 95-ші жылы ас болатын кезінде осы туды 4 жасында көрген екен. 78 жасында әкем қайтыс болды. 4 жасында көрген екен. Көргенде ол кезде кепеде тұрады екен. Бұндай там жоқ. Қуғын сүргін ашаршылық кез екен 4 жасында. Соны шешем мынандай тесікке тығып атқан кезде түсіп кетті мына ту. Сосын апа, о не десе Хорасан атаның туы ғой депті да қайттан тығып қойды. Сол кезде кешке әкесі келген ғой. Әкесінен сұрап тұрай, көке ана туды көреш, Хорасан атаның туын көреш десе, әйелін ұрып тастапты. Вот шыңғырып, жылап, сөйтіп қалған ғой бала. Ой, не болды екен деп. Мына бала көрді, енді біз құрайтын болдық. Ол кезде жағы бісмілләні айтса, жағына алатын кез екен, қорқып, соны мен ап кетейін депті да дәреу орап, әкем үлкен бір Долбай деген кісіге апарып берді. Ол кісі енді 32-ші жылдан бері сақтап келген ғой осыған дейін. Кеше 95-ші жылы 78-де шешем қайтыс болды, әкемнің шешесі. Сосын ойлайды ғой. Әкем айтады, баяғы сол ту қайда? Сол ту қайда? Сіз білетініңіз ғой, сіз көкем ұрып тастап еді, сол есімде қалып еді. Сол қайда деп сұраса, ой, осындай Долбайда алған болу керек, соның үйінде болу керек дейді. Сөйтіп тұрып 68-де Ташкентте бір ағайын туысқандарымыз бала таппаған, ұл таппаған, сол алып барып, ұлды болған, балалы болған, соңынан Теберікке соя қап кеткен. Содан жоқ, Патша қожа деген кісі. Содан бұны таппайды. Сосын кеше 95-те ас беретін болады. Соны зерттеп, Ташкенттен зерттейді, сөйтсе, сол ақыры сол сояқтан дыбыс шығады. Сөйтіп келіп, бір күні Ысқақ баптың шежіресінің несіне түсіп қапты мынау. Мынау Ысқақ баптағы, мынау менің баяғы жас кезімде көрген тудың эмблемасы, бұл қайда бұл? Десе, Ысқақ баптың ағайындары жағынары өзіміздің туысқандар ғой. Ол кісілер апарып мынаны бабаға нағылайық депті да, сөйтіп шежіресіне түсіріп алды. Содан зерттей кеше 95-те келді ғой бұл. Бір мәшине астыма мінгізесін, Құда қаласа Хорасанның туын қолдарына тапсырамын деп. Сөйтіп алып келіп, мәшинемізді, атымызды мінгізіп алып қалдық. Енді осы арада мына мешітті соққан мына Нұрекең білет, Яхия деген кісі болады. Сол кісі қалқанын, қылышын, сосын басындағы Аллаху ла илаха иллаху аль-хайюл хайюм деген аят жаңағы мына кісі айтты ғой. Оқ өтпейтін, не өтпейтін аяттармен жазылған тылсым мынандай несі болады екен басында. Дулығасы. Басы домалақ несінде ол батырлардікі емес, ол дін жолындағы алып жүрген жаңағы. Сондай дүние екен. Сонысын тауып беремін деп, ол кісі кенеттен қайтыс болып кетті де 95-ші жылы осыған ілінамай қалды. Енді ол осы елде тұр енді. Мұнда сақталған әрбір зат өзінің жәдігерлік құндылығымен бағалы. Мына көріп отырған кірпіш те сан ғасырдың айқын куәсі. Ал енді мынау келіп жатсыздар, мынау қазір мұражайда сақталып, бізге жәдігер болып келіп жатқан кешегі өткен ғасырларда одан да бұрынғы салынған Хорасан ата мешітімізге әлі жылдар бойы сақталып келіп жатыр. Бұл жәдігер, бұл осы арада көп жылдар бойы әлі сақталып, бізден кейін ұрпақтарға да табыс етеді деп ойлаймын. Бізге
алдыңғы көріп жатқан көріністегі көп нәрселердің осындай құндылығы бар. Қорасан атаның мешіті, кесенесі осы кірпіштерменен осы арада тұрған Қорасан ата ұрпақтарының арқасында салынған кірпіштер. Бұның қасиеттері бізге өте жоғары. Зиялы азамат, белгілі кәсіпкер Ғалымжан ініміз бастаған бір топ ақын жазушылар Қорасан атаның күмбезінде болып, ұлы аталар рухына тағзым етіп, Құран бағыштадық. Қазақтың талантты ақыны Қадыр Мырзалиев, жазушылар Көпен Әмірбек, Құдиярбек Біләл, Доқтырхан Тұрлыбек, күйші сазгер Шәміл Әбілтайлар осы сапарында Қорасан ата күмбезінің шырақшысы, ел сыйлайтын азамат Нұрқожа Ақсақалмен жақынырақ танысып, бауыр басып кетіп еді. Сол сапарда бәрі жұптарын жазбастан, облыс орталығы Қызылорда қаласында өткен Қорасан атаға арналған Заманай атты термешілердің республикалық байқауына қатысқан болатын. Атаға, оның ұрпағы адал қызметші шырақшысы Нұрқожа Әбітайға арнап Құран бағыштады. Қорасан ата басына Қызылорда облысының әкімі Мұхтар Құл-Мұхаммед бастаған зиялы қауым қатысып, тағзым жасады. Осы күні Жаңақорған ауданындағы Сырдария өзенінің үстіне салынып жатқан көпірдің құрылысы аяқталып, пайдалануға берілді. Көпірге Қорасан атаның қонағасы беріліп, көзінің тірісінде өзі салып бітіріп кеткен мешітте марқұмға арналып Құран оқылды. Бүгінгі өтіп жатқан игі шара сонау 8-9 ғасыр деп жатқан Орта Азия мен Сыр өңіріне, Қазақстан жеріне ислам дінінің келуі, оның орнығуы жөнінде ғылыми тәжірибелік практикалық конференция ұйымдастырып жатқан осы баба ұрпақтары ауданның басшылығы, облыс басшылығының қолдауымен өтіп жатқан дүние. Бұдан бұрын 1995 жылы бабамыздың дүниеден өткеніне 1100 жыл атап өткен болатынбыз. Онда да аудан басшылығы мен баба ұрпақтарының бас қосып болған игі шараның жалғасын тапса деген бір үндеу тасталған болатын. Оның біраз арамызда жоқ, енді тағдыр солай. Дегенмен ол 95-тен есептеп қарасаңыз биыл 12 жыл өтіп кетті. Былтырғы алдыңғы жылы 2005, 2006, 2007 жылдары осы кесенені қайта жаңғыртып салу қолға алынды. Бір бабамыздың ұрпақтары бар, соның басқасында жүрген әрине шырақшы, кеше дүниеден өмірден өтіп кеткен Нұрқожа деген бабамыз, ағамыз. Сол кісінің бастамасымен соның інілері, соның қолдауында болған Әбсаттар Әбділла деген сол Қожегенттегі ауылының тұрғыны осы бабаның ұрпағы. Мұхтар Бұрханов деген Нұрекеңнің інілері, Әбибулла Төлегенов деген, Ермағамбет Бегманов деген, Әбдіқали Садиков деген азаматтар ауылдан елден көп нәрсені ұйымдастырды. Қол күшімен, ас ауқатымен, құрылыс материалдарымен, жергілікті күшімен соның бәрінің игі жақсы тілекке сол кісілердің тапжылмай еңбегінің арқасында. Әрине дүниені беріп, спонсор болып, болмаса демеуші беріп, қаржылай қолдау көрсеткен азаматтардың дүниесін ұйымдастыру, үйлестіру осы 5-6 азаматтың арқасында осындай дүниеге қол жеткіздік. Енді қазір өздеріңіз білесіз, қайтадан тәуелсіз алдық 16-17 жылдың ішінде. Жасырмаймыз,
кешеге дейін 70 жылдың идеологиясында, рухани байлығымызда біз имандылықты, мұсылмандығымызды, тәрбиемізді кешеуілдетіп, бұған бір сенімсіз көзбен, көзқараспен қарап келеміз, ешкімге өтірік дүние емес. Бірақ сонда да болса, осы бабамыздың басында кезінде осы дәл біз тұрған жерде мешіт орны болатын тұғын. Ескі мешіт болатын, мешітке сол кезде де жасырын кеп, зират етіп, жасырын кеп, тілеуін тілеп, рухани дүниесінің байлығына, имандылығын тасуына әдет өткені оған тиым салынған. Өткені білесіздер, өзі рухани мешеу, рухани медеу адам, ол болашағы жоқ адам. Ол болашағы болмайды, оның ұлты да болмайды, оның көзқарасы да, діни нанымы да болмайды. Біз сондай деп өзімді мақтан тұтамыз, біз рухани нанымымызды, діни сенімімізді сонау 8-9 ғасырдан келген ислам дінін ата-бабасындағы аудан шаруашылықтарының қолдауымен 20 километр жол салынды. Тас жол болса да, осы бабаның қасына келушілер қиналмай келсін. Бұның бәрі елді Жауырған ауданындағы, аудан облыс төңірегіндегі қауымды сол мұсылмандылыққа, имандылыққа, бұрынғы ата-бабаның жолына тәрбиелеуге бейімдеген нәрсе деп білемін. Әйтпесе сол 92 жылы партияның енді тарап ыдырап атқанымен, сол кездегі совхоз басқарған мына жердегі қазіргі Қыркеңсе бұрынғы Задария совхозының директоры болған Тұрсынбай Бесал ағамыз. Красный Зада. Қазақта өлі риза болмай тірі байымайды деген сөз бар. Ел тәуелсіздік алғаннан кейін аудандағы кесенелерді бабалар ұрпақтары Жауырған жерінде қазақ халқының басын құраған Ақ Орданың астанасы ғана жатыр. Мұнда атақты Барақ, Әбілқайыр, Тоқтамыс хандар кесене ауданның төмен арғы жерінде орналасқан.